Макспен танысыңыз, ол бүкіл қала бойынша досымен FaceTime'ге қоңырау шалуға тырысады, бірақ бейне қатып, қоңырау сөніп қалғанда, суға батып, Wi-Fi деген не екенін, және оның қалай жұмыс істейтінін зерттеп көрейік. Оның сиқырлы Wi-Fi осындай құрылғыларға, сымсыз интернетке қол жетімділікті қамтамасыз ету үшін радио сигналдарын қолданады. Макстың үйіндегі телефондар, ноутбуктер мен планшеттер сияқты. Wi-Fi маршрутизаторы белгілі бір жиілікте радио толқындарын жібереді. Тоған толқындары. Бұл сигналдарды Макстың телефонының ішіндегі кішкентай антенна алады. Маршрутизатор 802.01 деп аталатын стандартты веб-парақ хабарламалар мен бейнелер сияқты деректерді радио толқындарының формасына кодтау үшін қолданады. Телефонның ішкі Wi-Fi чипі сигнал алады, деректерді декодтайды және Максқа интернетті шарлауға және қоңырау шалуға мүмкіндік береді. Бірақ ұрлау бар, радио сигналдары әлсірейді және бұрмаланады. Олар маршрутизатордың антенналарынан алыс болған кезде Макс тым алыс қозғалады. Оның телефоны бейне қоңырауды қолдауға жеткілікті күшті сигнал ала алмайды. Бақытымызға орай, маршрутизаторлар жоғары қуатты пайдаланады. Сигналды үлкен аумақтарға таратуға арналған күшейткіштер мен бірнеше антенналар бұл Максқа үйінде және бақшасында кез келген жерде қамтуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар Wi-Fi құрылғылары тек төмен қуатты сигналдарды жібереді. Сондықтан маршрутизаторлар сигнал күшін қайталайды және көбейтеді. Өйткені Макс сигнал диапазонына оралады. Оның телефоны оңай қосылады